Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен Азамат Хандөлетұлы. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз жүйке жүйесі. Жүйке жүйесі орталық жүйке жүйесінен және шеткері жүйке жүйесінен тұрады. Яғни система неврозум централе. Бүгінгі талқылайтын тақырып. Сол орталық жүйке жүйесіне бізде жұлын мен ми жатады. Жұлын латынша медула спиналис, ал ми энцефалон. Екеуіне тоқтала кетсек, жұлын омыртқа бағанасының өзегінде орналасады. Омыртқа бағанасының өзегі дегеніміз, мысалы бір мойын омыртқасын алып қарайтын болсақ, оның ортасында яғни форамен вертебре бар, омыртқа тесігі. Осы омыртқа тесіктері қосыла отырып, бізде мойын, кеуде, бел, сегіз көз омыртқалары қосыла отырып, омыртқа өзегін түзеді. Және сол омыртқа өзегінде бізде жұлын орналасады. Ендігі кезек ми. Ми бассүйек қуысында орналасқан және жұлынға қарағанда жас құрылым. Ал жұлын, бәріміз білетіндей, филогенетикалық тұрғыдан көне құрылым болып келеді. Және жұлынның орналасуы бізде жоғарғы жағынан көріп отырғанымыздай медула облонгатаға, сопақша миға жалғасады. Бірінші мойын жұлын нервісінің шығу жері форамен магнумның төменгі жиегі. Мынау форамен магнум төменгі жиегі. Мына жерде көріп тұрғанымызда бірінші жұлын нерві шығып тұр. С1. Осы бізде жоғарғы шекарасын шектейді. Ал төменгі шекарасы, яғни жас ерекшеліктеріне байланысты өзгеріп отырады. Ол қалай? Яғни ересектерде бірінші, екінші бел омыртқасы болса, мысалы, мына жерде көріп тұрғанымыздай бірінші, екінші, ал 3 айлық ұрықта бізде 5-ші бел омыртқасы деңгейінде. Ал нәрестеде жаңа туылған 3-ші бел омыртқасы. Яғни адам өскен сайын ол қысқара түседі. Неге? Бастапқыда ұрықтың даму кезінде, яғни омыртқа мен жұлын бірдей дамиды. Оның ұзындықтары біркелкі болады. Ал жаңа көріп отырғанымызда 3 айлық балада 5-ші бел омыртқасында, ал 4-ші айлықтан бастап ол жоғары қарай. Яғни жұлынның өсуі тоқтайды, ұзындығы, ал омыртқа өсе береді. Соның арқасында жұлын қысқарып қалады. Осыдан байқайтынымыз, жұлынның жоғарғы С1, С4 сегменттерінде омыртқаның дәл өзінің, яғни жоғарғы 4 мойын омыртқасына сәйкес келеді. Ал төменгі жақтары бізде бір омыртқа жоғары кеуде бөлімінде, бел бөлімінде 1-2 омыртқа, 3 омыртқаға дейін жоғары, яғни шығып жатады. Яғни сегменттер қайдан шығады? Омыртқа аралық тесіктерден. Енді келесіге келетін болсақ, жұлынды сипаттап айтып кетейін. Жұлынның жалпы ұзындығы шамамен 40-45 сантиметрді құрайды. Ені 1,5 сантиметрдей болады. Салмағы 30 грамм, небәрі 4 ажыратамыз. Бізде алдыңғы фацис антериор, артқы фацис постериор және фацис латералис, латеральды беті. Яғни алдынан артына қарай ол қысыңқы болып келеді. Яғни алдыңғы жағы сәл жалпақтау келген деп айтып кетсек болады. Және жұлынның жаңа төменгі бөлігін айтып кеттік. Жоғарғы бөлігін айттық, медула облонгатаға жалғасады. Ал төменгі бөлігі бізде көріп отырғанымызда конус медуляриспен бітеді. Яғни жұлын конусы. Ол бізде жалғаса келе кауда эквинаға, ат құйрығына жалғасады. Ат құйрығынан ары қарай филум терминале, яғни соңғы жіпке. Мына жерден көрсек болады. Кауда эквина, яғни соңғы жіп. Соңғы жіптің өзі бізде сыртқы және ішкі болады. Филум терминале интернум et externum. Яғни ішкісі бізде жаңа қатты ми қабығының қуысында орналасады. Міне дура матердің. Ал қатты ми қабығымен бекіп кеткен ол сыртқы, яғни соңғы жіп. Филум терминале externum. Ол жұлынның қабықтарының соңғы жағында өзім толық бәрін оңай тілде түсіндіріп әкететін боламын. Мына жерден де көрсек болады. Яғни жұлынның бізде 4 бөлігін ажыратады негізі. Мойындық парс cervicalis, парс тарацика, парс lumbalis және парс sacralis. 4 бөлігі. Және осының қалыңдаған жерлері болады, немесе буылтықтары деп атайды. Яғни ол интумесцентия cervicalis мойын буылтығы. Мойын буылтығы сәйкесінше жоғарғы жақта орналасқан қолдарды, яғни жүйкелендіруге қатысады. Ал төмен жағында бізде интумесцентия lumbalis, кейде
лумба сакралис деп атайды. Бұл бізде аяқ жақты жүйкелендіруге қатысады. Жаңа айтып кеткен конус медулярис, ат құйрығы кауда эквина, оның жалғасы филум терминале, экстернум немесе интернум. Ал мына қарамен көрсетілген, яғни дура матер, қатты қабық. Айтып кеткен болам, филум терминале интернум көріп тұрғанымыздай қатты қабықпен қоршалған. Ал филум терминале экстернум қоршалмаған. Осыдан байқауға болады. Ал мына жерде сегмент саны. Біз білеміз, мойында 7 омыртқа бар. Міне С7-ге дейін 12 кеуде омыртқасы бар, 5 бел, 5-8 көз және құйымшақ омыртқалары бар. Ал жүйкеде жаңағы жұлында бізде 8 сегмент бар, мойындық көріп отқанымыз С8, 12 кеуде сегменті бар. Одан кейін бел сегменттері, 8 көз сегменттері және құйымшақ бөлігі біреу ғана. Көріп отқанымыздай бастапқы төртеуі дәл өздерінің омыртқалары деңгейіндегі омыртқа аралық дискіден шыққан. Ал ары қарай төмендеген сайын бір омыртқа, бел бөлімінде 2 омыртқаға, 8 көз бөлімінде 3 омыртқаға дейін төмен түскен. Міне төмен қарай сегменттері, түбіршектер. Келесі, яғни нейронның құрылысына тоқталып кететін болсақ, оң жағымызда көріп отқан жұлын, мына жақта нейрон. Бізде нейронның денесі бар, бұл қазір керек болады. Одан кейін оның сезімтал, яғни сезім мүшелеріне қабылдайтын дендриттері бар, қысқа өсінділер, және аксон бар, ұзын өсінділері, яғни сигналды бұлшықет талшығына, басқа да эфферентті мүшелерге, яғни тасымалдаушы болып табылады. Енді қарасақ, жұлын өзінің дендриті арқылы, яғни ганглион спиналиде орналасқан псевдоуниполярлы нейрон мынау. Бір жағында, яғни сезімтал мүшеден сигналды қабылдайды дендрит, ал мына жағында аксон жұлынның сыртқы, яғни артқы мүйізі арқылы кіре отырып, ендірме нейронға сигналды береді. Ендірме нейроннан эфферентті нейрон қабылдап алады, яғни қимылдатқыш. Эфферентті нейрон өзіміз көріп отқандай, жаңа бұлшықетке барып сигналды береді дегендей өз қызметін атқарады. Мына жерден рефлекторлық доғаны көреміз. Яғни теріден сезімтал нейрон, аксон арқылы мынау псевдоуниполярлы немесе жалған униполярлы жасушы өз сигналын артқы мүйізінен береді. Ендірме нейрон арқылы эфферентті нейронға, эфферентті нейрон арқылы бұлшықет. Яғни әрбір сегмент өз деңгейіндегі бізде белгілі бір миотомды немесе дерматомды жүйкелендіреді. Дерматом дегеніміз белгілі бір аймақ, терінің аймағы, а миотом дегеніміз белгілі бір бұлшықеттің. Яғни біз мысалы қолымызбен чайникті ұстап қалатын болсақ, бірден қолымызды кер аламыз. Ол не үшін десек, осы дәл, яғни рефлекторлық доғаның әсерінен тез жүзеге асатын рефлекс болып табылады. Енді жұлынның, яғни өзіне келетін болсақ, пішініне, жұлынның пішіні бізде H әрпіне ұқсайды, немесе көріп тұрғанымыздай көбірек. Яғни оның алдыңғы бізде орталық саңылауына жатамыз, фиссура медиана антериор, және артқы орталық жүргесін, сулкус медиана постериор. Алдыңғы, яғни саңылау деп отқанымыз жүргеден қарағанда терең орналасқан болып келеді. Және алдыңғы жағында алдыңғы латеральды жүрге және артқы латеральды жүргелер бар. Sulcus anterolaterals, sulcus posterolaterales. Бізде осы алдыңғы латеральды жүргеден көріп тұрғанымыздай алдыңғы түбіршек шығады, радикс антериор, және артқы түбіршек артқы латеральды жүргеден шығады, радикс постериор. Және тағы бір жүрге бар, 16 цифрмен көрсетілген, яғни sulcus intermedius posterior. Артқы аралық жүрге. Sulcus intermedius posterior бізде осы артқы шоғырды бізде екіге бөледі. Fasciculus cuneatus, fasciculus яғни cuneatus. Fasciculus gracilis бізде жоғарғы қолдарды, яғни жүйкелендіруге, ал fasciculus cuneatus төменгі денелер.
Негізгі бұл жолдар, яғни өткізгіш жолдар, бізде жаңағы адам өзі қалпының кеңістікте орналасқанын көрсетеді. Ол қалай? Яғни біз белгілі бір орындықта отырмыз, бірақ аяғымыздың, яғни бұлшықеттеріміздің, буындарымызды, аяғымыздың қай жерде тұрғанын, қолымыздың қай жерде тұрғанын барлығын сеземіз. Яғни проприоцептивті сезімталдықты саналы түрде, яғни сезе аламыз. Осыны бізде кеңістікте бағдарлауды осы екі буда қалыптастырады екен. Және жұлынның ортасында жұлын каналы бар. Каналис медула спиналис. Каналис медула спиналис арқылы жұлын, яғни ликвор сұйықтығын тасымалдайды. Ликвор сұйықтығы жоғары қарай, жаңа айтып кеткен сопақша мида орналасқан 4-ші қарыншаға барып құяды. Жұлынның сұр затын бізде мынау артқы мүйізі, ортаңғы жаңағы бүйір мүйізі, алдыңғы мүйіздері бізде барлығы сұр заты, субстанция грицея деп аталады. Және ақ заты, оның жанында орналасқан субстанция альба. Бізде субстанция альба негізінен миелинді, миелинсіз нерв талшықтарынан тұрады. Және қан тамырлары мен нейроглия қалыптастырады негіз құрамды бөлігін. Және алдыңғы бөлігінде мына жерде комиссура альба антериор бар. Алдыңғы ақ дәнекер. Арт жағында комиссура альба постериор. Және тура сол секілді сұрзатта да комиссура грицея постериор, комиссура грицея антериор бар. Яғни жұлынның екіге бөліп қарастырсақ, оң жақ және сол жақ бөліктерін жалғастырып тұратын дәнекерлер деп аталады олар. Және дәл осы жұлынды бөліп жаңа айтып кеткен 3 жүрге 3 түрлі жіпшеге бөледі. Алдыңғы жіпше фуникулус антериор бізде, оны айтып кеткен фиссура медиана антериор мен сулкус антеролатералистің арасында жатады. Бүйірлік жіпше бізде сулкус пастеролатералис пен антеролатералистің арасында жатады. Және артқы жіпше сулкус медиана постериор мен сулкус пастеролатералистің арасында жатады. Дәл осы жаңа айтып кеткен фуникулус постериорда фасцикулус куниатус пен фасцикулус грацилис орналасқан. Және жұлынның мына сұр заты бізде негізінен жұлынның жаңа айтып кеткен нейронның ядроларынан тұрады. Ядро деп отқанымыз нейрон денешіктерінен. Ал жаңа нейронның аксындары осы ақ затты қалыптастырады екен негізінен. Сонымен қоса жұлынның 3 несін алып қарастырамыз. Корну постериор, корну антериор және корну латералис. Корну латералисте ендірме нейрон денесі орналасқан, тек тарака люмбалды бөлімде бар. Ол деп отқанымыз кеуде және жаңа бел бөлімдерінде ғана орналасқан бізде бүйір аймақ. Сол себепті бүйір аймақта негізі симпатикалық және парасимпатикалық нейрондар бар. Ол симпатикалық нейрондар 8-ші мойын омыртқасынан бізде жаңағы 3-ші бел омыртқасына дейін. Ал парасимпатикалық 2-ші, 4-ші 8 көз сегменттер деңгейінде орналасады. Ал басқа аймақтарда бізде корну латералис жоқ. Яғни мойынның жоғарғы мойын бөлімдерінде орналаспайды. Және ең қажетті білу керек нәрсе бұл жерде жаңа айтып кеткен сезімтал жүйке бар және қимылдатқыш. Осы ганглион спиналеде бізде, яғни жұлын ганглиінде псевдониполярлы нейроны орналасады. Дендриді арқылы жаңа сезім мүшелерінен алып келеді де, аксын арқылы артқы мүйізден кіре отырып, ендірме нейронға береді сигналды, ендірме нейронына қимылдатқыш нейронға. Ал қимылдатқыш нейроннан ары қарай радикс антериор арқылы бізде бұлшықеттерге сигнал беріліп жүзеге асады. Осы сезімтал және қимылдатқыш бізде түбіршектердің қосылу нәтижесінде қарап тұрсақ трункус нервис спиналис түзіледі. Яғни жұлын ми сабауы, жұлын нервінің сабауы. Дәл осындай бізде екі сабау, яғни бір сегментті түзеді.
Жалпы жаңа айтып кеттік, 31 сегмент бар, 124 жаңа түбіршек, 124 төртке бөлсек, яғни 31 сегмент. Яғни 2 артқы түбіршек, 2 алдыңғы түбіршек. Барлығы қосып бізде жаңағы омыртқа аралық дискіден шығады осы. Трункус нервис спиналис. Келесі, яғни өткізгіш жолдар және ядролары. Бірінші ядроларға тоқталып кетейік. Қандай ядролар орналасқан? Бізде жұлынның сұр затында жаңағы мүйіздерді айтқан болатынбыз. Артқы, алдыңғы және бүйір мүйіздер, артқы мүйіздер өз кезегінде, яғни ендірме нейрондардан тұрды, сезімтал. Одан кейін алдыңғы мүйіздер арқылы қозғалғыш нейрондар бар бізде алдыңғы және бүйір вегетативті. Енді ядролар мен аймақтарын ажыратып қарастырамыз. Яғни артқы бөлімінде зона терминалис, артқы түбіршектің талшықтарын әртүрлі сегменттерге тарату қызметін атқарады мына жерде. Одан кейін зона спонгиоза, кеуекті аймақ, субстанция гелатиноза, нуклеус проприуста меншікті ядроны алып қарастырсақ болады, артқы бөлімде орналасқан, және нуклеус торацикус постериор. Оны басқаша Кларк ядросы деп атайды. Кларк Штеллинг бағанасы десек те болады. Және бүйір мүйізінде жұлынның нуклеус интермедиа латералис және нуклеус интермедиа медиалисті көреміз. Латералис және медиалис. Бізде нуклеус интермедиа жаңағы латералис тек жаңа тораколюмбалды бөлімде. Яғни Т1 кеуде, L2 бел омыртқасына дейін созып жатады. Яғни симпатикалық жүйке жүйесінің орталықтар деңгейінде десек болады. Және алдыңғы мүйіздің қозғалтқыш ядролары бізде нуклеус централис, вентрамедиалис және вентралатералис. Және нуклеус дарзолатералис, дарзомедиалис. Осылай жаттап алсақ болады бәрі. Келесі өткізгіш жолдар. Өткізгіш жолдарды өзі жоғарылаушы жолдар, төмендеуші жолдар деп бөлеміз, немесе қимылдатқыш, сезімтал деп бөлсек те болады. Және алдыңғы жіпше жаңағы фуникулус антериорда орналасқан, фуникулус латералис, фуникулус постериорда орналасқан деп те бөлуге болады. Фуникулус постериорда орналасқан жаңағы фастикулус грацилис, фастикулус куниатус негізінен. Ал бүйір аймақта орналасқан көп. Яғни оған жоғарылаушы жолдар жатады. Артқы жұлын мыйшық жол, яғни трактус спинас церебелярис постериор, басқаша, яғни автормен атаған кезде бізде флексик жол деп атаймыз. Ал алдыңғы яғни жұлын мыйшық жолын бізде жаңа говеш жол деп атаймыз. Яғни флексик жолы қандай қызмет атқарады? Бізде тікелей саналы емес проприоцептивті сезімталдық, проприоцептивтік және жаңағы айтып кеткен бұлшықет буындық. Және говеш жолы бізде шартты емес, жаңағы қиылысқан проприоцептивті сезімталдылық. Келесі латеральды жұлын таламус жолы, жұлыннан таламусқа дейін көтерілетін. Жұлын жамылғы жолына жатамыз, трактус спина текталис. Бізде латеральды жұлын таламус жолының қызметі негізгі ауырсыну, мысалы, ыстықты сезу, суықты, күйзеліс сияқты сезімдерді сезеді. Ал жұлын жамылғы жолы, жамылғы бізде қай жерде орналасқан? Тектум, яғни ортаңғы мида, ортаңғы миға дейін баратын жол. Бұл бізде сезімтал импульстерді жұлыннан мойынға береді, қолға береді, аяққа береді и ақыр соңында миға дейін жеткізеді. Яғни бұл жоғарылаушы жолдар жоғары қарай миға сигналды беретін болып табылады. Ал төменгі жолдар ше, бізде қыртыстан жұлынға қарай сигнал береді. Олар латеральды қыртыс жолы, трактус кортикоспиналис, трактус руброспиналис және трактус фибра оливоспиналис. Яғни олива қаяқта орналасқан? Бізде сопақша мида. Яғни бұлардың қызметі, бастапқысының қызметі трактус кортикоспиналис латералис. Қаңқа бұлшықеттерінің қызметін бізде өзіміздің ойымызбен, яғни саналы түрде басқару болып табылады. Яғни пирамидалық жүйеге жатады десек болады, өзіміздің санамыз арқылы. Келесі трактус руброспиналис, басқаша негізі Монаков шоғыр деуге болады.
автордың атымен. Бұның негізгі қызметі бұлшықеттердің автоматты қозғалыстарын реттейді. Яғни жүру, жүгіру, ұзақ уақыт бойы бұлшықеттердің тонусын қолайлы жағдайда ұстап тұрады. Және соңғысы олива жұлын талшығы, фибра, олива спиналис бұлшықеттердің рефлекторлық, яғни реттелулерін. Жаңа айтып кеттік. Келесі алдыңғы жіпше құрамында орналасқан, міне алдыңғы жіпше білеміз. Алдыңғы орталық саңылаудан алдыңғы латеральды жүлгеге дейін. Бұл жерде де біраз, яғни 5 жолды алып қарастыратын боламыз. Алдыңғы қыртыс жолы, қыртыс жұлын жолы, тракс кортикоспиналис антериор. Оның негізгі қызметі, яғни дәл жаңа айтып кеткен латеральды қыртыс жұлын жолы арқылы сияқты. Яғни қаңқа бұлшықеттерінің қызметін саналы түрде басқару болып табылады. Ал жаңағы фибра ретикула спиналис, ретикула жұлын талшықтары бізде бұлшықет тонусын сақтауда маңызды рөл атқарады. Мысалы, кіреберіс жұлын жолы трактус вестибула спиналис, яғни вестибулярлық жүйеге әсер етеді. Мына жерде көтербе деп қате кетіпті, негізі кіреберіс жұлын жолы. Яғни бізде вестибулярлық тепе-теңдікті сақтауға қатысады. Келесі жамылғы жұлын жолы трактус тектоспиналис, ортаңғы мидан келетін. Ол мысалы күшті дыбыс немесе жарық тітіркенгіштері. Яғни бір сәтте қатты дауыс шықса, біз бірден қараймыз. Сол сияқты күшті жаңағы тітіркендіргіштер әсер еткенде, мысалы дыбыстық, жарықтық, бізде рефлекторлық қозғалыстар жүзеге асады. Оған көңіл бөлеміз дегендей. Соны бізде жамылғы жұлын жолы реттейді. Және ең соңғысы алдыңғы жұлын таламус жолы, яғни трактус спиноталамикус антериор. Бұл жаңағы терімен бізде тактильді, яғни жана немесе жанасу сезімдерін сезеді десек болады. Келесі жаңа басында айтып кеткен болатынмын, жұлын қабықтары мен қуыстарын ажыратып, яғни талдап беремін деп. Дәл мидағы секілді, яғни жұлында да негізі қабықтар бар, кеңістіктер бар, олардың арасында. Жұлынның 3 қабығын ажыратып қараймыз. Бұл бізде жұмсақ қабық пиаматер, ортаңғы қабық арахноид матер және сыртқы дураматер қатты қабығы. Осылардың арасында бізде кеңістіктер бар. Яғни ол қандай кеңістіктер? Бізде эпидуральды кеңістікті ажыратамыз. Эпидуральды кеңістік қатты қабықпен ең сыртында орналасқан. Жаңа омыртқа өзегінің ішкі қабырғасының арасында, яғни құрамында бізде май тіні бар, ішкі омыртқалық венозды өріндер бар. Субдуральды кеңістікте, яғни міне субдуральды кеңістікте, эпидуральды кеңістікте, эпидуральды кеңістікті сырттан көрсек болады. Май тіндерін. Субдуральды кеңістікте, яғни қатты қабық пен мына торлы қабықтың арасында, қатты қабық және арахноид матер торлы қабықтың арасында орналасқан. Құрамында бізде аздап жұлын ми сұйықтығы, яғни ликвор болады. Және ең соңғысы субарахноид спейс, немесе субарахноидальды кеңістік, латынша спатиум субарахноидали, торлы қабық пен жұмсақ қабықтың арасында. Жұмсақ қабық жаңа жұлынға тікелей бітісіп, жаңағы бірге болады. Жұлынды тікелей қоршап, яғни қаптап тұрады. Бұлда да бізде жұлын ми сұйықтығына толы болып келеді, яғни ликворға. Осындай 3 қабатты және 3 жаңа кеңістікті алып қарастырсақ болады. Айтып кететін қатты қабық бізде қатты болып келеді, жұлынды толық қаптайды барлық жағынан. Торлы қабық қатты қабықтың жаңағы астында орналасады. Жұқа, мысалы тамырсыз дәнекер тінінен құралады. Ал жұмсақ қабық жаңағы пиаматер спиналис жұлын затына тікелей жабысып жатқандықтан бізде қан тамырлары бар, осы арқылы бізде жұлынды қоректендіруге қатысады. Яғни осы 3 қабықтың арқасында жұлын толық қапталып бізде қорғаныс қызметін атқарады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Егер де видео ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер, және де қандай да бір
түсініксіз тақырыптар болса комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Әрқашанда сол тақырыптар бойынша жауап беретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.